Кең дала, барлық құбылыстың куәсісің. Молықбай шалдың қобызынан шыққан әр үн, жанның сырын ашатын, жүректен жүрекке жететін күш. Бозінгеннің тағдыры жалғыздық емес, ана мен бала арасындағы махаббаттың, қамқорлық пен қорғаудың символы. Қобыздың әр қылы тек дыбыс емес, ол сезімді, зар мен үмітті, қасірет пен қуанышты бірге жеткізеді. Бозінгеннің соңынан кеткен адам, оныкі қасірет пе, әлде тағдыр тауқыметі ме? Күйдің құдіреті сонда, ол жүректі дірілдетіп, ойға жетелеп, адамды адам ететін ерекше күшке ие. Қазақтың дала заңында жазылған обал мен сауап, ботадай боздаған деген тіркестің терең астары. Өнер адамының кәрі, әлсіз, ауру денесіне қарамастан, күй арқылы бүкіл даланы сөйлетуі. Ендеше бұл көкірегі байлаулы, берік адамға астарлы ой, өмірлік сабақ берер туынды. Ана зары, айрылу, құлдық, қасірет, барлығы осы поэмада көрініс табады. Лирик ақын Ілияс Жансүгіров өнерді өмірмен өрген. Күй жай әуен емес, ол жүректің шындығы. Әр дыбыста тағдыр бар, әр толқында мұң жатыр. Бұл шығармада сөз емес, өн сөйлейді. Сол үнді сезінгіңіз келсе, Ілияс Жансүгіровтың туындысы «Күйді» оқыңыз.